Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қазақтан шыққан тұңғыш ұшқыш әйел Хиуаз Қайырқызы Доспанова 1922 жылы 15 мамырда қазіргі Атырау облысында дүниеге келген. Хиуаздың балалық шағы нәубетті жылдармен тұспа-тұс келді. Ол Орал қаласындағы жалғыз қазақ мектебіне іліге алмай, нөмірі 1 орыс мектебінде білім алады. Мектептегі оқумен бірге Оралдағы аэроклубта қатар оқыды. Бұл жайлы ұшқыш апамыздың өзі көзі тірісінде былай деген еді: мен мектепте комсомол ұйымында қоғамдық жұмыстарға белсене араластым. Қаламызда ұшқыштар дайындайтын курс ашылған болатын. Соған оқушылар іздеп келгенде ешкім жазыла қоймады. Мен орнымнан атып тұрып, мені жазыңыздар дедім. Содан кейін біртіндеп басқалар да жазыла бастады. Сөйтіп, ойда жоқта осы мамандықты игеруге тура келді. 1940 жылы мектепті үздік бағамен тәмамдап қана қоймай, запастағы ұшқыш куәлігін де қоса алып шығады. Осылайша арман қуып, Мәскеудегі Жуковский атындағы әскери әуе академиясына түспек болады. Алайда ондағылар академияға тек ерлер ғана қабылданады деген желеумен қазақ даласынан келген қыздың құжаттарын қабылдамай қояды. Алғашқы қадамы сәтсіз болса да, Хиуаз кері қайтпай, Мәскеудің бірінші медициналық институтына түседі. Араға 1 жыл салып соғыс өрті тұтанады. Осы кезде қазақтың қайсар қызы майданға медбике, тегі болмаса санитар болып кетсем бе деп талпынып жүрген. Сөйтіп жүргенде ол әйгілі ұшқыш Марина Рацкованың қыз келіншектерден жасалған авиаполк құрып жатқанын естиді. Осылайша ол ойланбастан полк басшылығына келіп, Оралдағы аэроклубта меңгерген ұшу дағдыларын көрсетіп, өжеттігімен көзге түсіп, жауынгерлер құрамына қабылданады. Отан алдындағы борышын өтеуге бел буған жауынгер қыздар Саратов қаласының әскери әуе училищесіне жіберіледі. Мұнда штурмандар даярлайтын арнайы курсты аяқтап, 1942 жылдың көктемінде сол кездегі авиация тарихында тұңғыш рет құрылған түнгі мезгілде жау жіптерін бомбалайтын әйелдер авиаполкының құрамында майданға аттанады. Хиуаз Доспанова қызмет еткен полк Солтүстік Кавказ, Кубань, Қырым, Украина, Белоруссия, Польша, Германия аспандағы шайқастарға қатысқан. Қазақ қызы қан майданда 300-ден аса жауынгерлік операция орындап, аса маңызды жау шебін талқандайды. Түн қараңғысында жауға қырғидай тиген Хиуаз Доспанова соғыс кезінде ұшақтан 14 рет құлаған екен. 4 мәрте ауыр жарақат алса да, есін жиысымен ұрыс даласына қайта оралып отырған. Кеңес одағының батыры атағын алған Марина Чечневаның өзі Хиуаздың шеберлігі жайлы былай деп жазған еді: Хиуаз Доспанова ұшағын нысанаға ылғиды дәл апаратын және өз аэродромына да сондай дәлдікпен қайта оралатын. Хиуаз бен оның ұшқыш құрбыларын немістер түнгі мыстандар деп атап, олардың әуеден бағыттаған соққысын үрейлене күтіп, талай таңда көз шырымын алмастан қарсы алады. Тіпті Гитлердің өзі әрбір атып түсірілген әйел ұшқыштар экипажы үшін әрбір солдатына темір крест беріп, аз күнге үйіне демалысқа жіберуге уәде берген деген әңгімелер сол кезде желдей ескен еді. Түнгі мыстандар жау шебіне жақындаған кезде ұшу биіктігін төмендетіп, жауды үстінен бомбалады. Әр ұшақта 2 қыздан 1 сағатта 120 шақырымды бағындыруы тиіс. Әрбір қыз бір түнде 5-10 рет жау тылына шабуылдауға міндетті еді. Біз түнде ұшатын болғандықтан жау шебіне жақын орналасатынбыз. Біздің полктың өз қағидасы болды: ешқашанда әйел екеніңді ұмытпа, ұшағыңды күтіп қара дегендей. Кейде тапсырманы орындап жатқанда бізге қарсы оқ атылатын. Сондай кездері қыз баламын ғой. Фашистерге тұтқынға түскеннен гөрі ұшақпен жерге құлап өртенгенім дұрыс еді деген ойлар келетін, деген еді сұхбаттардың бірінде Хиуаз Доспанова. Даланы түн қараңғылығы жайлаған кез. Алдымен жарық бергіш бомба тастапты. Себебі жау әскері мен техникасының қай жерде орналасқанын анықтап алу қажет болған. Сол сәтте төңірек жап-жарық болып кетеді. Звено командирі Пескова мен Доспанова бұйрық түсісімен жаудың атыс ұясын бомбалай бастайды. Қашанда сақ отыратын жау әскері есін жинап та үлгермепті. Неше мәрте бомбалап даланың астан-кестеңі шығып жатқанда ұшқыш қыздар аққан жұлдыздай көзден ғайып болады. Алғашқы әскери тапсырманы осылай сәтті орындаған қос қыз жан-жақтан қаумалап алған майдандастарының қошеметіне емес, өздерінің осындай маңызды іске дайын екендігін сезініп қуанғанды. Қан майданда жаумен алысып, отан үшін от кешкен қазақ талай мәрте өлім аузынан аман қалған. Бірде жау шебін талқандау үшін кезекті әскери тапсырманы орындау кезінде Хиуаз мінген ұшақ бір мая шөпке соғылады. Абырой болғанда ұшақтағы бомба жарылмай қалады. Алайда қазақ қызының миы шайқалып, аяғы жараланып, 1 ай госпитальда жатады. Емделіп шыққан соң қызметіне қайта кіріседі. 1943 жылдың көктемінде Хиуаз Доспанова тағы да өліммен бетпе-бет келді.
Ұшқыш қыздарының алдына Кубаньды жаудан азат ету міндеті қойылды. Хиуаз Доспанова мен Юлия Пашкова кезекті тапсырманы орындап, аэродромға қайтып келе жатқанда Макагон мен Свистунова басқарған ұшақпен соқтығысып қалады. 3 қыз мерт болады, ал Хиуаз қауіпсіздік белгін тақпағанның арқасында аман қалған. Бізді қыздар тауып алды. Мен ұшақ кабинасынан сыртқа ұшып кетіппін деп еске алған еді Доспанова сол бір оқиғаны. Басында қаруластары Хиуазды да өліп қалған шығар деп ойлайды. Бірақ кірпігі қимылдап жатқанын көріп госпитальге апарып емдеген. Дәрігерлер Хиуаздың тұла бойын түгел гипстеп тастайды, аяқтарының сүйектерін сындырып, түзу біту үшін қайта салады. Жарты жыл госпитальда жатқан ол күздің аяғында полкке қайта оралады. Осыдан кейін ұшқыш қызды майдандастары ұшаққа көтеріп әкеліп отырғызатын болған. Ұшаққа мініп түсуі қиын болғандықтан қыздарға салмақ салмау үшін талай мәрте кабинада түнеп те жүріпті. Алайда кейін денсаулығына байланысты оған әуеге көтерілуге тыйым салынады. Осыдан кейін ол полк байланысының бастығы болады. Офицерлік шені өсіп, гвардия аға лейтенанты атанады. Соғыстың қиындығын айтып тауысу мүмкін емес. Ойласам, түнімен кірпік ілмеймін, жаным түршігеді, ешкімге тілемеймін деген еді сұхбаттарының бірінде қазақтың ұшқыш қызы. Хиуаз Доспанованың ерлігі Кеңес одағының батыры атағын алуға лайық болғанымен, одақ бұл атақты қазақтың ұшқыш қызына қимады. Халық жазушысы, соғыс ардагері Әзілхан Нұршайықовтың Хиуаз туралы жазбасында: Ұлы Отан соғысында Талғат Бигелдинов жау тылына 305, Леонид Бидай 211, Сергей Луганский 390 рет ұшып, жауынгерлік тапсырманы орындап, үшеуі де 2 мәрте Кеңес одағының батыры атағына ие болды. Олар қуаты күшті ұшақтарды басқарды. Жер бауырлап ұшатын ПО-2 ұшағының жау ұшағымен шайқасар қуаты жоқ, деп жаза келе, Хиуаз Доспанова кішкене ғана фанера ұшақпен 300-ден астам рет әуеге көтеріліп, жауға ойсырата соққы бергенін айтып, қанатты қыздың ерлігі соғыс жылдарында бағаланбаса да, бейбіт өмірде бағалануы тиіс деп өз ойын ашық жазған еді. 2004 жылы Хиуаз Доспановаға еліміздегі ең жоғарғы марапат халық қаһарманы атағы беріліп, алтын жұлдыз белгісі тапсырылды. Бұл кезде апамыз 82 жаста еді. Ұлы Отан соғысында айрықша ерлік көрсеткен ұшқыш қызды халқы осы сәттен кейін ғана жақынырақ танып біле бастады. Майдандағы ерлігі үшін ол Қызыл жұлдыз, 2-ші дәрежелі отан соғысы, еңбек қызыл ту ордендерінің иегері атанды. Кеңес одағы қанатты қыздың көзсіз ерлігін әділ бағаламағаны рас. Соғыс ардагері профессор Қанапия Ахмет бір сұхбатында бұлай деген еді: Хиуаз менімен кездескен кезде айтатын еді: егер де мен соғыста өліп қалсам, мені де көбірек білетін еді, менің айыбым тірі қалғаным дейтін. Соғыстан кейін Доспанова Батыс Қазақстан облысында аудандық комитеттің нұсқаушысы, Қазақстан ЛКСМ орталық комитетінің хатшысы, Алматы қалалық партия комитетінің хатшысы қызметтерін атқарды. Аяғынан алған ауыр жарақаты сыр беріп, 1959 жылы мерзімінен бұрын зейнетке шығуға мәжбүр болады. Қазақтың тұңғыш әйел ұшқышы Хиуаз Доспанова 2008 жылдың 20 мамырында 86 жасында дүниеден озды. Бүгінде батырдың туған жері Атырау қаласында Хиуаз Доспановаға арналған ескерткіш бар. Атыраудағы спорт сарайына Алматы қаласында өзі тұрған көшеге атаңызға айналған ұшқыштың есімі берілді. Бұған қоса Эйр Астана әуе компаниясы Embraer 190 ұшағына Хиуаз есімін берді.